қазақ елі. Бүгінгі жүйе бағдарламамыздың қонағы ішкі істер органдарының қызметкері Артықбай Әбілғазы. Қош келіпсіз. Қош көрдік. Біздің бағдарламамызға шұғыл түрде түсу керексіз. Елдің барлығына түсіндіргім келеді деп отырсыз. Қандай мәселемен келіп отырсыз? Осы қазіргі таңда қоғамда үлкен резонанс тудырып жатқан жаңа Нұрайдың өлімі қазіргі таңда. Осы оқиғаның бір ұшы маған да тиді. Сол бойынша халыққа жаңағы көп нәрсе тек интернетте болып жатқан мәселелер ғана көрсетіледі. Қазіргі таңда ақпарат бір жақты ғана тарайды ғой. Бір жақты ғана тарайды ақпарат. Ақпарат бір жақты ғана тарап жатыр қазіргі таңда. Сол үшін мен өзімде бар мәліметтермен қазіргі таңда бөліскім келіп тұр. Өзіңізді толық таныстырыңыз онда елге. Мен Артықбай Әбілғазы Бақтыбайұлы 2018 жылдан бері ішкі істер органында қызмет атқарамын. Осыған дейін жаңағы сержант лауазымынан бастағанмен, кейіннен осы Қаратау аудандық полиция басқармасында 2024 жылдың тамыз айынан бастап тергеуші болып жұмыс істеп жатырмын. Қазіргі мен осы 2020-01-2025 жылға дейінгі менің шенім аға лейтенант. Аға лейтенант шеніне дейін көтерілдіңіз. Мына резонанстық істен кейін сіз қазір жұмыстан шығарылдым. Тіпті қазір әлеуметтік желіде үстіңізден қылмыстық іс қозғалып жатыр деп отыр. Қылмыстық кодекстің жаңағы 371 бабына сәйкес салғырттық, яғни салғырттықпен іс қозғалып жатыр біздің. Келісесіз бе сіз? Жоқ, мүлдем келіспеймін. Себебі мен өзім айтарым бар бұл оқиға бойынша. Халыққа түсінікті болу үшін онда оқиғаны бастан аяқ бүкпесіз айтып береді деген үміттеміз. Оның барлығын біздің халық күтіп отыр. Себебі бізде көбінесе әлеуметтік желіде бір жақты ғана ақпарат тарайды. Халық оның барлығын улатып болғаннан кейін шынайы ақпарат таратып жатсаң да, ол ақпаратқа сенбейді. Ол менің де басымнан өтіп жатқан оқиғаның бірі. Көбінесе енді осы масс-медиа саласында жүргеннен кейін. Дайынбыз ба? Дайынбыз. Кеттік. Нұрайдың оқиғасын сіз қай жерден бастап білесіз? Так, 05-10-2025 жылы мен тәуліктік кезекшілікке түстім. Яғни бізде шамамен 10-15 күн сайын кезекшілік келіп тұрады өзі. Тәуліктік кезекшілікке түсеміз. Кез келген хабарлама, шақыртуларға барып тұрамыз. Яғни тергеуге қатысты хабарламалар бойынша бізге кезекші бөлімнен хабарлама береді. Мынау осындай хабарлама түсіп жатыр деп, соған біз барамыз. Яғни хабарлама деген ол 102-ге түсетін хабарлама ғой, қоңырау түседі, сөйтіп сіздер жаңағы экипаж болып барасыздар. Экипаж. Жаңағы мен жедел уәкіл, опер, криминалист маман, жүргізуші, төртеуміз бірге бір группа болып барамыз, бір топ болып. Қазан айында, 5 қазанда сіздерге 102-мен хабарлама түсті, сіздер бардыңыздар. Қайда бардыңыздар? Шымкент қаласы, Бозарық, Қаратау ауданы, Бозарық мөлтек ауданына бардық. Мен жалпы өзім Қаратау аудандық полиция басқармасында қызмет атқарғандықтан, әр ауданның хабарламалары өзіне беріледі. Яғни мен сол Бозарық мөлтек ауданына бардым. Себебі ол біздің әкімшілік аумаққа жатады. Маған жаңағы мен ол уақытта басқа жерде болдым. Сосын маған хабарлама түсті, қыз алып қашу дерегі бойынша. Ағаларынан хабарлама келіп тұр қыздың деп. Сосын оқиға орнына бардым. Сөйтіп оқиға орнына бардым, кәдімгідей үйде той болып, адамдар көп, қонақтар көп, дастархандар жайылған, сондай оқиға болып жатыр. Үйдің ішіне кірдім, бір бөлмеде жаңағы қыз Нұрай отыр екен. Сөйтіп Нұраймен кірдім, мән-жайды сөйлестім. Бұл жігіт жаңағы Шерхан деген жігітті қашаннан бері танисың? Осы жалпы мән-жайды толығымен сұрадым. Ол айтты, 3 айдан бері қыз жігіт болып кездесіп жүргенбіз деді. Шерханмен. Сөйтіп қазір осындай бізге хабарлама түсіп жатыр, қыз алып қашу дерегі бойынша. Ол бойынша не айтасыз? Арыз шағыңыз бар ма дедім. Жоқ, біз осы 3 айдан бері кездесіп жүрміз. Кеше яғни 04 күні олар кешкі жақын Алматы қаласынан Шымкент қаласына жолға шыққан екеуі. Оның айтып беруі бойынша. Сөйтіп екеуі жол бойы өзара келісіп, жаңа отбасы құру мәселесін талқылап, отбасы құратын болып шешкен. Сөйтіп та екеуі отбасы құру мәселесін ақылдасып, өзара шешкеннен кейін жаңағы бала ата-анасына хабарласады, Шерхан. Ата-анасына хабарласып, жаңағы нені айтады? Осындай, мен қазір үйге қыз алып келе жатырмын деп. Сосын ата-аналары, бұлар уже Шымкентке жақындап қалады келіп. Сол кезде ата-аналар өздерін дайын емес екенін айтып, басқа бір қаланың сыртындағы бір ауылдарына жібереді. Осы жақта жуынып шайынып демалып алу үшін.
Сосын өздері дайын болған кезде бұларды шақырады екен. Сөйтіп бұлар келеді, кәдімгі машинамен жаңағы сигналын басып, үйге қуанышты жаңалықпен келеді, қыз түсіреді, қыз жаңағы өз еркімен келген, сол мәселелер бар. Қазіргі таңда мынау әлеуметтік желіде тек бір жақты пікірлер болып жатыр ғой, өзіңіз білесіз, менен жақсы білесіз оны. Бір жақты пікірлер болып жатыр, тек қана жаңағы қызды алып қашқан екен сол кезде, күштеп алып қашқан екен деген сияқты. Қыздың жасын осы жерде шегелеп кетейікші. Қыздың жасы 21 жасар. Яғни кәмелеттік жасқа толған, өз еркінде жауапкершілігі. Яғни бұл жерде Нұрайдың өзінен қоңырау түспеген полицияға. Яғни бөгде адамдардан, ағаларынан түскен ғой сонда, иә? Жаңа қызды Нұрайды үйге алып келген соң, өздері салт дәстүріне сәйкес неғылған жаңа туыстарына хабарлаған. Осылай сіздердің қыздарыңызды алып келдік деп. Сосын хабаршы жібереді ғой енді әдеттегідей. Хабаршы жіберген. Сөйтіп хабаршы үйіне барған соң ата-анасы бұл жағдайдан бейхабар ғой. Ата-анасы, туыстар, ағалары. Сосын бұлар осы жаққа келіп оқиға орнына 102 сымтетік арқылы бізге хабарлама түсірген. Мен сол арқылы келдім. Енді қарашы, мысалы Нұрайды әкеп өз түскен кезде, келін болып түскен кезде бізде әдеттегідей видеоға түсіреді. Сізде видео жаңағы көрсетті ма олар? Міне өз қыз өз еркімен келді дегендей. Жаңағы мен сол кезде қазір менде бейнежазба сақталған, сол кезде туысқандардан алған. Нақты кімнен екені есімде жоқ. Рұқсат па қазір? Иә. Елдің бәріне ұсына, ел бәрі көрсін. Қазіргі таңда міне камераға сол күні болған оқиға. Қыз осы жерде өзі келеді. Үйіндегілер дайындық үстінде. Міне келін болып түсіп жатқан кезде. Жаңағыдай ешқандай қарсылықсыз өз еркімен автокөліктен түседі, басына орамал жабылады. Жаңа қыздың туыстары маңдайынан сүйіп жатыр. Қыздың өзінің жағдайы жаңағыдай өз аяғымен келген көрініп тұр. Өз аяғымен келген көрініп тұр бұл жерде. Бұл жерде ешқандай қылмыс қамын көріп тұрған жоқпын мен. Мен процессуалистімді кез келген осы процессуалист, яғни жаңағы тергеуші болсын, анықтаушы болсын, кез келген осы салада жұмыс істеген адам менімен толықтай келіседі. Енді жаңа сіз айтып қалдыңыз ғой, анау бұл үйге келгенше басқа үйде отыра тұрыңдар дегенде сол кезде сол жақта отырды ғой. Сол егер қызды мәжбүрлеген болса, сол жерден-ақ қашып кетер еді ғой дегенім ғой. Сол жерден-ақ қашып кетуге болады. Ол кезде маған айтқаны сағат 3-терге таман келдік деді қалаға. И жаңағы жаққа барып жұмыс жасаймын, демалуға. Майды өз еркімен құйып жатыр ғой мына жерде. Өз еркімен май салып тұр. Оң аяқпен аттап жатыр. Оң аяқпен аттап жатыр. Кәдімгі шашу шашылып жатыр. Сонымен қатар жаңағы, яғни арнайы дайындап қойған бөлмеге кіргізгеннен кейін отырған кезінде өзін күліп, өте көңілді ұстағаны көрініп тұр бұл жерде. Күліп отыр ғой. Иә. Енді бұл алып қашуға жатпайды, өз 21-ге толған адам өз еркімен келіп отыр үйге. Иә, бұл мүлдем алып қашуға жатпайды. Алып қашу жалпы 2025 жылдың қыркүйек айында
жалпы адам ұрлау 125-ші бап. 125-ші бапқа 125 сызықша 1 деген жаңадан прим 1 статья қосылды. Бап. Қыз алып қашу. Ол бойынша жаңағы некеге тұруға мәжбүрлеу. Некеге тұруға мәжбүрлеу. Яғни бұл осы некеге тұруға мәжбүрлеу бабының 125-ші прим 1 баптың бірінші бөлігі бойынша бұл жаңағы жекеше жариялы деген қылмыстық процессуалдық кодекстің 32-ші бабына сәйкес жекеше жариялы қылмыстарға жатады. Яғни жәбірленуші өзі арыздану керек. Бұл жерде арыздану керек. 21-ге толып қойған өзі арыздану керек. Және соның арыз арқылы бұл қылмыстық іс тіркелу керек. Бұл жайдан жай тіркелмейді бұл қылмыстық іс. Міндетті түрде арыздану керек. Ал маған тек хабарлама түсті. Және Нұрай сол жерде өзінің арыз шағым жоқ екенін айтты. Сондықтан бұл істі қылмыс құрам барды тіркеу мүмкін емес. Сол жерде сізге енді ағалары не деп айтты? Сол бар ушу кезінде ағалары шақырды ғой енді. Ағалар не деді сол кезде? Барған кезде ағаларын көрдік, қыз қайда деді, осы үйде деді. Біз сол үйге кіріп кеттік. Кейіннен үйге кірдік, мән-жайды сұрадық, жаңа арыз шағым жоқ, оның үстіне жаңағы тойға дайындық болып жатқаннан кейін үй у-шу болды. Сосын мен жарайды онда ровдыға алып кетейін дедім. Қызды и баланы ровдыға алып кеттім. Сөйтіп ровдыға алып кеттім, ішке кірдім, екеуінен мән-жайды сұрадым, бөлек-бөлек сұрадым, жеке-жеке. Сөйтіп ол жерде бала да қыз да өз еркімен келгенін айтты. Сосын жаңағы түсініктемелерін алдым. Сонымен қатар арыз шағым жоқ жайлы өзім бейнетаспаға түсіріп алдым. Қыздың өзі түсті ма? Қыздың өзі бейнетаспаға түсіп, өз еркімен толық айтып шыққаны бар. Ол да бар. Мен сізге оны да ұсына аламын қазіргі таңда. Осыған дейін осы жерде бір қосып кететін жайт, осыған дейін мен осы бейне жазбаларды біздің жаңағы Шымкент қаласы полиция департаментінің пресса бөлімі бар ғой, сол бөлімге біз басшылар арқылы ұсынғанбыз. Бірақ ол кісілер бұны жариялауға жаңағы мүмкіншілік бермеді. Неге? Не себепті екенін білмеймін. Осы моменттерді мен түсінбей тұрмын да, мысалы үшін мен полиция қызметкерімін, дұрыс па? Мен 8-9 жыл өмірімді осы полицияға арнадым. 8-9 жыл күні-түні осында жұмыс істейміз. Мен сержанттан бастағам. Бірден мен офицер болып келе салған жоқпын. Постепенно жай-жай өстім мен. Енді қазіргі таңда осынша январьский событиялар болды, қаншама жұмыс істедік. Ал енді жұмыс істеп осындай бір халықтың арасында резонанс жағдай туындаған кезде бізді бостан босқа себепсіз жұмыстан шығарып тастап жатыр. Қоқысқа лақтырғандай лақтырып жіберді. Мен мысалы 20.01.2026 жылы бізге қатысты ішкі істер министрінің бұйрығы шықты. Сол бұйрыққа сәйкес мені және бірнеше басшыларымды жұмыстан шығарып тастады. Себепсіз. Яғни енді мен бұл жерде түсінбей тұрмын, не себепті ішкі істер министрі Сәденов мырза, өзіндік қауіпсіздік департаменті бізді қорғамайды. Біз осы органға мысалы үшін мен ең аз жұмыс істеген жаңа 8 жылдай мен нелерім бар, басшыларым бар, олар 13 жыл, 15 жыл, 30 жылдап осы жұмысқа өмірін арнағанда не себепті бізді бұлар қорғамайды? Неге? Біз сонда жұмыс істетіп тастай салатын мусорымыз ба? Мысалы қоқыспыз ба біз? Неге бізді жаңағы не қылмайды, қорғамайды? Өзіндік қауіпсіздік басқармасы біздің өзімізді қорғау керек қой. Мен мына форманы киіп жүргеніме жаңағы 8-9 жыл болды. Осы формамен ұйықтаймыз, осы формамен тұрамыз, күнде осы формамыз үтіктейміз, дайындаймыз. Қазір мен ішім ашып тұрған нәрсесі бізді жаңағы себепсіз жұмыстан шығарып тастады, үстімізге іс қозғап тастады, өзімізде бар бейне материалдарды шығаруға мүмкіншілік бермей жатыр. Өздеріңді қорғау мақсатында өздеріңді қорғатуға мүмкіндік бермей жатыр. Мен бұның себебін түсіне алмай жатырмын қазіргі таңда. Қалай мен енді бұл кісілер бізді қорғамады, ішкі істер министрлігі бізді қорғамады. Енді жұмыстан шығарып жіберді. Қазір енді мен өз-өзімді қорғау үшін сіздің алдыңызға келіп тұрмын. Мен өз-өзімді қорғауым керек енді. Өте дұрыс. Мен ешкім қорғамайды өз-өзімді қорғамасам. Дұрыс. Сондықтан мен осыған келіп отырмын. Қазір мен ашынып отырған нәрсем сол да қазіргі таңда. Біз жаңа жұмыс істейміз, сосын біз тастай салатын зат емеспіз ғой. Біздің де арқамызда семьямыз бар. Мен мысалы 2 бала шағам бар, жанымдағы басшыларымда 3-5 бала шағасы бар, тағы басқа деген сияқты. Олардың бәрі ипотекада үйлері бар. Оның бәріне кім жауап береді? Заң бойынша біздіңкі барлығы заңда. Егер заңмен қараса. Ал бұл жердегі мәселе резонанс деді да, бізді жайдан жай орнымыздан алып тастады. Енді қараңызшы, жаңа түсініктемеге келейікші. Кімнің түсініктемесі бар? Жаңа көрсеткен едіңіз ғой. Нұрайдың түсініктемесі. Менің түсініктеме жазу себебім дейді Нұрай айтады.
04.10.2025 жылы сағат 9 шамасында шамамен 3 айдан бері қыз жігіт ретінде сөйлесіп кездесіп жүрген Аймахан Шерхан есімді жігітіммен бірге Алматы қаласынан Шымкент қаласына жолға шығатын болып келісіп жолға шықтық. Жол бойында екеуміз әңгімелесіп, өзара келісіп, отбасы құрып үйленуге шештік. Содан біз 05.10.2025 жылы сағат 3:30-да, жаңа өзіңіз айтқандай, шамасында Шымкент қаласына жеттік. Әрі қарай Шерхан екеуміз Шымкент қаласы Бозарық мөлтек ауданы Алмас Қылыш көшесіне бойында орналасқан Шерханның үйіне бардық. Бізді Шерханның ата-анасы мен туыстары күтіп алды. Кейіннен менің ата-анама хабар жіберді. Мен Шерхан екеумізді ара қатынасымыз жайлы ата-анама және бауырларыма айтпаған болатын. Сондықтан менің ата-анама және бауырларым Шерханмен отбасы құруыма қарсы. Мен үшін ата-анамның және бауырларымның ризашылығы маңызды. Сондықтан ата-анам рұқсат бергеннен кейін Шерханмен ара қатынасымды бергенге дейін Шерханмен ара қатынасымды үземін. Қазіргі таңда бұл оқиға бойынша ешкімге қояр арыз шағымым жоқ. Түсініктеме өз қолымен дұрыс жазылды деп жазып берген Нұрай. Осыдан кейін, қазан айынан кейін Нұрайдан сіздерге, қазір бұл Нұрайдың ісі бойынша, қателеспесем, әлеуметтік желіде сталкинг бойынша да неге қылмыстық іс ашылмады? Бұл 3 айдан бері бұның артынан қалмаған, тыныштық бермеген, немесе жаңағыдай, енді әртүрлі нелер жазылып жатыр, енді әркімнің аузына қақпақ болмайсың. Неше түрлі оқиғаны бұрмалап алып кетіп жатыр. Мына, мысалы, январда қайтыс болды, октябрь, ноябрь, декабрь, 3 айдың ішінде Шымкент қаласына осы полиция департаментіне немесе Шымкент қаласының полициясына арыз шағым түскен ба осы қыздан? Бұл осы жағдайдан кейін сталкинг бойынша жалпы Шымкент қаласы полиция департаментіне ешқандай арыз шағым түспеген. Ол бойынша менің тарапынан және өзі ішкі істер осы қалалық департаменттің тарапынан, полиция департаменттің тарапынан толық тексерістер жүргізілген. Ешқандай Нұрайдың өзінен, туыстарынан, әке-шешесінен онда ешқандай хабарлама түспеген. Ол тексерілген мәлімет. Енді қараңызшы, Әбілғазы, бізде жасырын емес, Шымкент қаласында қылмыстық іс тіркелетін болса, ол прокуратурамен міндетті түрде келісілу керек. Мына істен прокуратураның хабары бар ма, негізі? Хабары бар. Біз жалпы кезекшілікте кез келген мәселені кезекші прокурорға хабарлап тұрамыз. Кейіннен ол мән-жайды түсініп, біліп, істі тіркеу мәселесін айтып отырады. Бұл прокуратурамен міндетті түрде согласовать етіледі. Мына күнгі оқиғаны қалай ақылдастыңыздар сіздер? Бұл күнгі оқиғаны ертесіне прокуратура тарапынан тексерілді бұл оқиға. Сосын жаңағы мендегі жалпы мәліметтерді көрді. Содан кейін маған екі тарапты шақыруды тапсырды. Мен екі тарапты шақырдым. Сөйтіп екі тарапты прокурор өзі толығымен тыңдады. Содан кейін өзі жаңағы жауап берген өздері. Осы оқиға жайлы. Қай аудан? Осы Қаратау ауданының прокуратурасы. Өздері шақырды ғой, Өздері шақыртқан. Маған шақыруымды түсінді, мен шақырып бердім екі тарапты. Сосын екі тарапты өзі тыңдады. Және мына жерде жазылған түсініктеме, қарсы жаңа бейне жазбалар барлығын көрді. Сосын өздерінің жауаптарын берді. Яғни олар не деп жауап берді сол кезде? Олар өздерінің жауаптарында, мен оны кейіннен білдім, жаңағы аталған істе ешқандай қылмыс құрамы жоқ деп жауап берген. Шымкент қаласы Қаратау ауданының прокуратурасы сіздердің істеріңіз заңды деп келісті, дұрыс па? Одан кейін арыз шағым мүлдем болмаған ол кісілерден. Жоқ, ешқандай арыз шағым. Қазан айында сіз шақырып бердіңіз, олар прокуратураға кірді, прокурормен сөйлесті, содан кейін кетті. Содан кейін бірде-бір арыз шағым түспеген. Ешқандай арыз шағым түспеген. Енді қазір әлеуметтік желіде біз қақпаған есігіміз қалған жоқ, бәріне жаздық деп жатыр ғой. Енді ол кісілер асыра сілтеп жатыр деп ойлаймын. Ондай жайт болмаған. Біз нақты фактке сүйеніп жұмыс істейміз. Ондай факт орын алмаған. Яғни мынандай қағаз түрінде арыз шағым жоқ па? Ешқандай арыз шағым түспеген. Менің өзіме бұл кісілер арызбен келмеген. Себебі алғашқы хабарлама арқылы бардым ғой мен. Және ол жерде арыз шағым мүлдем жоқ болды.
сондықтан мен түсініктемелерін алдым, қарсы-шаржын алдым, болды. Ал арыз жаңағы Нұрай өзінің алып қашқаны бойынша ондай арыз шағым ешқашан түспеген. Одан кейін мынау 5 күннен кейін оқиға болғаннан кейін, алып қашу оқиғасы болғаннан кейін Нұрай осы Шымкент қаласында жүрген ба? Мен осы жақында тергеу болып жатыр, сол кезде барып жауаптарын жалпы өзім білетін мәліметтер бойынша осы оқиғадан кейін Нұрай оқуға кеткен Алматы қаласында. Жалпы Нұрай Алматы қаласында оқиды, Шерхан сол қалада жұмыс істейді. Не жұмыс істейтінін білмеймін. Сол қалада жұмыс істейді. Сол жақта екеуі жаңағы қыз жігіт кездесіп жүрген. Яғни осы қазан айынан кейін жаңа жыл тойлауға келген кезде сол 1-3 ай аралық уақыт өтіп тұр ғой, иә? Осы уақытқа дейін араларында бірде-бір жаңағыдай сталкинг бойынша немесе мынау қайта-қайта мені мазалап жатыр, маған тыныштық бермей жатыр деген арыз шағым түспеген ғой, иә? Егер де қандай да бір оқиға болса, ол Алматы қаласында болуы мүмкін. 102 сояқта шақырылуы мүмкін, иә? Маған тыныштық бермей жатыр. Өйткені қыз сол жақта оқиды ғой. Шымкент қаласында мүлдем ондай жоқ. Онда өзіндік қауіпсіздік, прокуратура барлығы сол жақты тексеру керек қой, сол жақтың 102-сінің хабарламаларын сол жақты көтеру керек қой, сталкинг бойынша. Мен солай ойлаймын, себебі оқиға орын алған жерінде болмай ма тергеп тексеру амалдарының бәрі. Видеоны көрсетіңізші маған, Нұрайдың. Аталған видеода мына бұл жерде мына Нұрайдың сол күнгі өзі айтқан. Мен Серкан Нұрай Бауыржанқызы 04-10 ай 2025 жылы 21:00-де Алматы қаласынан Шерхан деген есімді 3 айдан бері араласып жүрген жолдас жігітімен Шымкент қаласына қарай жолға шыққан болатынмын. Екеуміз келісіп, сөйлесіп, бірге отау құрамыз, отбасы боламыз деген оймен Шымкент қаласына келген болғанбыз. Және де 05-10 ай 2025 жылда 15:30 шамасында Шымкент қаласына жеттік. Оның үйін мекен жайы Бозарық мөлтек ауданы, Алмас Қылыш көшесіне қарай үйіне жеттік. Және олардың ата-аналары және туысқандары мені қарсы алған болатын. Бірақ менің ата-анам ол туралы ешқандай ештеңе білген жоқ. Сондықтан менің ата-анам қарсы болыпты. Сол себепті мен ата-анам разылығын бермегенше ол жігітпен араласпаймын деген шешімге келдім. Және де оған ешқандай қалай деуші еді? Арыз шағым ба? Арыз шағымым жоқ, иә. Шерханның тарапынан сізді қандай да бір ұрып соғу болды ма? Жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Зорлық, қинау, еркіңізден тыс алып кету ондай болды ма? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Арыз шағыңыз бар ма қазіргі таңда Шерханға? Ешқандай жоқ. Ешқандай арыз шағыңыз жоқ па? Все, олай болса. Сіз, так, сұрақ, полиция тарапынан қандай да бір қысым болды ма сізге? Жоқ, бәрі жақсы. Ешкімге арыз шағыңыз жоқ па? Все хорошо. Мен енді Ержан Сәденов мырзаға сұрақ қойғым келіп жатыр. Министр мырза, неге мынандай мәліметтерді сіздер президентке баяндамайсыздар? Неге өздеріңіздің қызметкерлеріңізді қорғау шебіне өтпейсіздер? Көбінесе бізде қызметкерлердің қызметі жақсы, қандай да бір кішкентай дүниені бүлдіріп қойса, немесе резонанстық іс туып жатса, аласыздар да осындай кіші қызметтегі адамдарды алып қоқысқа тастағандай алып лақтырып тастай саласыздар. Бұдан кейін ішкі істер органдарында кім қызмет еткісі келеді? Әрине, бізде мықты мамандар қалмайды, барлығын алып осылай лақтырып тастай беретін болсақ. Қазір сіздің үстіңізден қылмыстық іс қозғалды. Иә, қылмыстық іс қозғалды. Қылмыстық кодекстің жаңағы 371 бабына сәйкес қылмыстық іс қозғалды. Мен осы тұста айта кеткім келіп отыр. Жаңағы еліміздің президентінен, жаңағы президент аппаратынан, жаңағы ішкі істер министрлігінен осы мен ұсынып жатқан дәлелдемелерді жаңағы толығымен зерделеп дұрыс шешім қабылдауын сұраймын. Себебі бұл жерде қазір бір ғана бұйрықпен бірнеше адам орнынан кетіп жатыр.
Сол үшін дұрыс шешім қабылдап осыны тергеп тексеруді сұраймын. Мен Әбілғазы, мен мынаны білемін да, бізде президентке, президент әкімшілігіне дұрыс ақпарат жеткізбейді кейде. Төмендегі болып жатқан оқиғаларды бұрмалап, әркім өзіне пайда беретін жағын көрсетеді да. Себебі министрді құртқысы келеді, немесе полиция басшылығының қызметі біреуге керек болады да. Сол себепті осындай резонанстық оқиғаларды бір жақты шулатып алып барып президентке дұрыс емес баяндап жатады негізі, көбінесе да. Сол себепті осындай ақпарат тараған кезде оперативті түрде осылай полиция департаменті шығарып отыратын болса, халық түсінеді деген ойдам негізінде. Бірақ қазір көптеген оқиғалар осындай резонанс туғызсақ болды, біз жеңеміз деп, бұндай резонанстың да кері әсері тиіп жатыр да, адамның құқығын бұзуына. Сол себепті ол үшін сіздер де ештеңеден қорықпай осылай ашық күресу керексіздер, келіп айту керексіздер. Менің қазіргі таңда осы күнге дейін құқығым қорғалмады ғой енді, жаңағы ішкі істер министрлігі тарапынан, өзіндік қауіпсіздік департаменті тарапынан. Енді мен қазіргі таңда мені жұмыстан шығарды, сол үшін өз құқығымды өзім қорғаймын енді осылай. Дұрыс, мен келісемін сізбен. Әр адамның құқығы бар, тіпті күдіктінің де құқығы бар. Сондықтан өзімді өзім осылай қорғап жатырмын қазіргі таңда. Осы дәлелдемелер сізге ұсыну арқылы. Қазіргі таңда Нұрайдың өлімі мен осы Қаратау ауданында орын алған жайтты байланыстырып отыр негізінде. Ең алдымен Нұрайдың туыстарына, әке-шешесіне, бауырларына қайғыра көңіл айтамын. Бұл оңай емес. Өзімнің де қарындасым бар, туыстарым бар, басқа бар. Бұл өте ауыр жағдай. Сондықтан қайғыра көңіл айтамын. Сонымен қатар қылмыскер өзінің әділ жазасын алсын. Мен де Нұрайдың отбасына көңіл айтамын. Әрине адам жоғалту оңай емес, бірақ шын жазықты бұл жерде өзінің жазасын алу керек. Ал дәл осы оқиғаға бүкіл әлемнің барлығы кінәлі ретінде көрсету ол дұрыс емес. Сол себепті әр адамның өзінің бұл жерде өзінің іс-әрекетіне жауап береді. Сол үшін барлықтарыңызға айтарым, әлеуметтік желіде пікір қалдыратын кезде де, немесе біреуді ғайбаттайтын кезде де сәл ойланып барып, ой түйген пікір білдірген дұрыс. Себебі сіздің әрбір жазбаңыз, сіздің әрбір пікіріңіз бір адамның тағдырын шешіп отыр. Полицияға 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл өмірін берген азаматтар, қазір 5-6 бала шағасы бар азаматтар жұмысынан айырылып, осылай тіпті үстерінен қылмыстық іс қозғалып, қамалып та кетуі мүмкін. Сол үшін бұл оқиғаны барынша біздің ішкі істер министрлігі де объективті түрде, біз айтамыз ғой, тергеу амалдарын жасап жатқан кезде объективті түрде тергелу керек дегендей. Бұл жерде объективті түрде бағасын беру керек. Дұрыс па? Дұрыс, әрине. Келісемін. Бұл жерде Нұрайдың қазасы бойынша шешімді бізде сот шығарады. Дұрыс па? Әділетті шешімді күтеміз. Қылмыскер өз жазасын алады деген үміттеміз. Біз бұл жерде Аймахан Шерханды ақтау мақсатында бұл видеоны түсіріп отқан жоқпыз. Ол өзінің жазасын заңды түрде алу керек. Тіпті Нұрайдың отбасын мен осы жерге шақырамын. Егер де өздерінің тарапынан айтылатын дүниелер болса, мен есігім әрқашан ашық. Келіңіздер, жан айқайларыңызды сіздер де жеткізіңіздер. Егер де полиция тарапынан, прокуратура тарапынан әділетсіздік болып жатыр деген үндеріңіз болса, сіздердің де айтуға құқыларыңыз толық бар. Дұрыс па? Әрине. Келісесіз ба онымен? Келісемін, бірақ болған жағдайда шын қылып айтса, асыра сілтеп, қосып айтпаса деген тілегім бар ол кісілерге. Тағы айтарыңыз бар ма? Жалпы осы оқиғадан кейін мен өзімнің отбасымда да үлкен қайғылы жағдай орын алды. Біздің үстімізден іс қозғалып жатқаны бойынша менің әжем, анамдай болып кеткен әжем бар. Сол кісі де осы біздің үстімізде іс қозғалып жатқанын естіп, ол кісіге ауыр тиіп, ол кісі дүниеден өтті. Қазір сол жағдайдан келіп отырмын осында. Иманды болсын. Сонымен қатар енді ішкі істер министрлігі тарапынан
жаңағы президентімізге жетіп осы жағдай заңды дұрыс шешім қабылдауын сұраймын. Осы ішкі істер министрлігінің жаңағы дұрыс емес заңсыз шешімінің кесірінен осындай жағдайлар орын алып жатыр қазіргі таңда. Ауыр жағдайлар орын алып жатыр. Әбілғазы, мен де сізге көңіл айтам. Алла алдынан жарылқасын. Әрине оңай емес. Сіздің қызыңызды көремін деп отырған, сізді үлкен биіктерден қызметтен көремін деп отырған анаға бұл өте ауыр. Бұны ішкі істер министрі көру керек. Сіздердің бір шешімдеріңіз бір ананың өлімін жалмап кетті. Қандай да бір резонанстық іс болған жағдайда әрбір істің түп тамырымен барлығын толық зерделеп барып шешім қабылдау керек. Себебі сіздердің шешімдеріңіз тек бір адамның ғана тағдырын емес, бүкіл бір отбасының тағдырын шешіп отыр. Енді осы шығарылымнан кейін министр Ержан Саденов мырза өзінің асығыс шығарған бұйрығынан кейін осындай қайғылы оқиға орын алып жатқанына баға береді деген ойдамын. Әрине оңай емес. Сізді қағып осылай болашақта еңбегіңіздің жемісін көремін деп отқан кезде осындай қайғылы жағдайға орын алып жатқаныңыз әрине ауыр. Құрметті көрермендер, әрбір сіздердің пікірлеріңіз, әрбір мынау тарап жатқан ақпараттардың, бір жақты тарап жатқан ақпараттардың соңы осындай тек қана бір адамның ғана басына қайғы алып келмейді, жалпы отбасылық қайғыға дейін орын алып жатады. Сол себепті пікір жазатын кезде зерттелмеген, толық шықпаған ақпараттарды тарататын кезде ойланып барып тарату керек негізінде. Мысалы, сіздердің бізде мынандай бар ғой, масс-медиада ақпаратты екі жақты тарату керек деген. Неге сіздерде министрлік тарапы бұл оқиғадан кейін бірден екінші мына видеоларды журналистерге беріп таратпады? Сол жағы маған да беймәлім. Мен осы жағдайды мүлдем түсінбей жатырмын. Бізде мысалы жаңағы ішкі істер министрлігінде жаңағы пресса бөлімі және өзіндік қауіпсіздік басқармасы тарапынан не себепті бізді қорғап, бізде бар бейнематериалдарды шығаруға мүмкіншілік бермей жатыр, мен соны түсінбей жатырмын. Олар, біз осы ішкі істер қызметкері болғандықтан бізді олар қорғау керек қой. Бізді кім қорғайды сонда? Жаңағы қаңтар оқиғасы болады, тағы басқа жағдайлар болады. Күнделікті біз қызметімізде халықты қорғаймыз. Ал бізді кім қорғайды? Бізді мен қазіргі таңда көзім жетіп отқаны бойынша бізді сонда ешкім қорғамайды екен. Бізді ешкім қорғамайды. Осындай резонанс бір жағдайлар туындаған кезде бізді жай ғана шетке сыра салады. Осы жағдай мені ашындырып тұр қазіргі таңда. Мына форманы мен киіп жүргеніме мен 20 жасымнан бастап осы форманы киіп жүрмін. Менің өмірімнің көп бөлігі жаңағы ішкі істер органдарында өтіп жатыр қазіргі таңда. Көптеген шектеулер бар бізде, көптеген жаңағы әдеп кодексіне байланысты біз көп нәрсе жаңағы тыныш, сабырлы жүруге тырысамыз. Сондай өз-өзімді осындай шектеулермен мен осы қызмет жасап келіп жатырмын. Бір жүйеде жүресіздер. Бір жүйеде жүреміз. Шықпай. Оның үстіне біздің қызмет былай сырттай білінбегенмен өте ауыр сала. Өте ауыр сала. Мен өзім осы уақытқа дейін істеп келіп, мынау тергеу саласына келгенде тергеу саласы өте ауыр екен. Күнделікті қаншама қайтыс болып жатқан адамдарды көресің, әркімнің әртүрлі тағдырын көресің. Жаңағы біреу ажырасып жатады, біреу басқа болып жатады. Өте ауыр жағдайларды көресің да. Өте ауыр жағдайлар. Психологиялық тұрғыда ол оңай емес пе? Психологиялық тұрғыда оңай емес. Біздің өзіміздің жүрегімізді кейде қатайып жатады сондықтан. Өте ауыр сала бұл. Сол ауыр салада біз осынша өмірімізді беріп жатырық. Бір мен ғана емес бұл жерде. Менің жаңағы басшыларым бар өзіммен бірге. 13 жыл, 15 жыл, 30 жыл жұмыс істеген басшыларым бар. Ол кісілер осынша бүкіл өмірін осыған арнап жатыр да, осы жұмысқа. Бірақ бізді соңында жайдан жай шығарып тастап жатыр жұмыстан. Сол мені ашындырады. Енді бұл мәселе ұлттық құрылтайда көтерілді. Енді біздің президентімізге қалай баяндалды, ол кісі әрине қоғамды жаңағы резонанс туындап жатқаннан кейін ол мәселені ұлттық құрылтайда айтты. Енді президентке де ол қалай баяндалғанын біз білмейміз ғой.
сол себепті осылай ашық, қорықпай, жариялы түрде сіздің жариялап жатқаныңыз өте дұрыс болды. Бізде көбінесе біз мойындауымыз керек, ішкі істер органдар қызметкерлері осылай ашық айтсаңыздаршы десек, жоқ, ертең қудаланамыз, айтпаймыз, керек емес, қысым болады деп бәрін жабық күйінде қойғысы келеді. Қоя беріңіз, бұл системаны жеңе алмаймыз, жүйе себебі. Бірақ енді сіздің де қазір сізге де оңай болып тұрған жоқ, үстіңізден қылмыстық іс ашылып отқаннан кейін бұл нәрсе айтылу керек. Сізге барлық жағынан қазір қорғану керек. Өйткені адамды тек өзі ғана қорғай алады. Сол себептен тек сіз ғана емес, сіздің жаңағы жұмыстан шығып кеткен бүкіл қызметкерлер де келіп осы жерде барлығын айту керек, дәл осы оқиғаға қатысты дүниелердің барлығын. Дұрыс айтасыз. Мен шақырамын, жүйе бағдарламасына келіңіздер, басқа да қызметкерлер шығып кеткен. Жай ғана үндемей қоя салмаңыздар, барлықтарыңыз келіп осы бағдарламаға өздеріңіздің жан айқайларыңызды айтыңыздар. Бізде осы ішкі істер органдарында болып жатқан бүкіл былықтарды айтатын уақыт келді, себебі осы уақытқа дейін сіздер үндемей келдіңіздер. Мынау 3 буынды модель бойынша сұрайыншы сізден, Әбілғазы. Негізі қазір енді жұмыстан шығарып жіберді, сізге айтуға болады ғой. Мойындаңызшы, прокуратура рұқсат бермесе сіздер РДР-ге тіркей алмайсыздар ғой? Әрбір қылмыстық істі алдымен прокуратурамен ақылдасамыз, баяндаймыз, содан кейін ғана барып тіркеледі қылмыстық істер. Енді прокуратура тіркеме десе сіздер тіркемейсіздер ғой, дұрыс па? Енді ондай жағдайларда болып тұрады. Жалпылама нақты айтпай қойын сізге, бірақ жалпылама айтайын. Ондай жағдайларда болып тұрады. 100%-дің 80%-ын прокуратураның рұқсатымен ғана тіркейсіздер ғой. Даже 90%. Жалпы прокуратураның рұқсатымен тіркейміз кез келген қылмыстық істі. Сол ғой енді. Бізде прокуратура, Шымкент қаласында прокуратура рұқсат бермесе, сіздер тіркемейсіздер. Жұмыстан шығып кеттіңіз, айта беріңіз. Ондай жағдайлар бар жалпы. Міне, біздің президент әкімшілігі көру керек, білу керек. Мен осыны қайта-қайта шырылдап айтып жатырмын, айтып та келемін. Бізде Шымкент қаласында, егер Шымкент қаласының прокуроры Мұханов рұқсат бермесе, бізде қылмыстық істер тіркелмейді. Егер де Мұхановқа қызықты істер болатын болса, бірден тіркейді. Өйткені ол прокуратураға тиімді. Жалпы сіз құрылтайды көрдіңіз бе өзіңіз? Мысалы, президент ол жерде заңдылықты талап етіп отыр. Жалпы өзім құрылтайды көрдім. Президент ол жерде ішкі істер орган қызметкерлерін жұмыстан шығарып тастаңдар деген жоқ. Ол жерде заңды құқықтық баға беріңдер деді. Заңды шешім қабылдаңдар деді. Бірақ жаңағыдай қызметкерлер жұмыстан шығарып тастаңдар деген тіке орысша айтқанда прямой приказ берген жоқ. Әбілғазыны ұстап алып жұмыстан шығарыңдар деген жоқ қой, дұрыс па? Енді бұл мәселе маған беймәлім. Мүмкін осылай бізді жұмыстан шығарып тастау арқылы осы мәселені жылы жауып қойғысы келіп жатқан шығар мүмкін. Олай болмайды, президент әкімшілігі. Олай болмайды. Ақыры заңдылықты талап етесіздер ма, түбінен қазыңыздар. Осылай жариялы түрде, әйтпесе біртіндеп қызметкерлерін бәрін шақырып, жүйе бағдарламасына түсіріп, ішкі істер органдарындағы бүкіл былықты осылай ашуға тура келеді. Әбілғазы, біздің бағдарламамызды пайдаланып, біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа үндеу айтсаңыз болады. Себебі сіздің үніңізді тек қана өзіңіз ғана жеткізесіз. Қазір әркімге өзінің шені қымбат. Сол себепті еліміздің президентіне үндеу айтыңыз. Құрметті президент, мен осы жұмысқа кірерден алдын ант бергем. Сол антыма берік болып жұмыс атқарып келгенмін осы күнге дейін. Әрі қарай да жұмыс атқара беремін. Сондықтан осы оқиға бойынша дұрыс шешім шығуына ықпал етуіңізді сұраймын. Әбілғазы, сіздің үндеуіңіз президентімізге жетеді деген ойдамын. Ең бірінші, халықтың алдында осылай адал қызмет етуге әрқашан дайын болыңыздар. Әбілғазы, қызметің бұнымен бітпейді деген ойдамын. Елге қызмет етуге ары қарай ықпал етеді деген үміттемін. Бізде жоғары жақта көзі ашық, көкірегі ояу жандар бар. Сіздің үніңіз соларға жетеді деген үміттемін. Ішкі істер министрі Ержан Саденов мырза да бұл істі жіті өзінің бақылауына алады деген ойдамын. Елге қызмет ету ол мінезден, қайтпа, күресу керек, дұрыс, қолдаймын. Тіпті егер де жаңағыда қылмыстық іс ашылып
осылай құқығыңды қорғау керек болатын болса, менің орталығым, құқық қорғау орталығым сені қолдап шығады. Біз бірге күресеміз. Біз дайынбыз сені қолдап шығуға, қорғап шығуға. Сен жалғыз емессің. Бізге, елге қызмет ететін адамдарды, күресетін адамдарды қорғап шығуға дайынмын мен өзім. Алдағы уақытта мынау қиындықтың барлығын жеңіп шығатынына сенемін, тілектеспін. Құрметті көрермен, күрмеуі шешілмеген мәселелеріңіз болатын болса, біздің жүйе бағдарламамызға хабарласуларыңызға болады. Күтеміз.